Енді әр адамның өзінің туған жері болады ғой. Торғайда өзінің бұтасын жаңағы алып орманға теңейді, сол сияқты кез келген адамның туған жері болады. Қазығұрт тауының етегі, Төле би ауданы қазіргі Кеме қалған ауылдық округі, сол төңірек аңызға, қызықты оқиғаларға толы, жер атауларыға бай. Сондықтан мен ойлаймын, адамның ақын болуына да, суретші болуына да, жақсы азамат болуына да туған жері, туған жердің табиғаты әсер етпей қоймайды. Менің де осы бір жолды таңдауыма, кішкене бір арманшылдау болып өсуіме сол Қазығұрт тауының әсері мол ғой деп ойлаймын. Мен өзі педагогтар отбасында дүниеге келдім. Анамыз математика, физика мамандығының мұғалімі болды. Әкеміз қазақ тілі әдебиетінің маманы. Үдәбірәсіне шыққан, оның ішінде мектеп қабырғасында 22 жыл мұғалім болып істеді, қазақ тілі әдебиетінен сабақ берді. Кейін мына Шымкент пединститутына өзінің жаңағы кандидаттығын қорғап, ғұмырының соңына дейін, зейнетке шығар жасына дейін, өзі бір қайтыс болған жаста сол уақыт осы қазақ тілі, қазақ әдебиеті, оның ішінде жыраулар поэзиясы, жыраулар поэзиясының ішіндегі жыраулар поэзиясындағы экологиялық тақырып деген сияқты табиғатқа етене жақын, өзіне бір сондай жақсы бір тақырып алып алды. Сол тақырыпты жеткізді ғой деп ойлаймын. Біздің бала күнімізде ол кісі мектепте қазақ әдебиетінен сабақ беретін. Сонымен қазақ әдебиетімен сабақ бере жүріп, Балдырған журналына ол кісінің өлеңдері мен әңгімелері шығып отырады. Бірақ сол Балдырған журналының пошташыны күтіп отырып, соның ішінде әкемнің жазған өлеңі болмаса несі шығыпты ма, шықпапты ма деп қарап шығамын. Соған қарағанда сол бір жас кезімізден кішкене болды әдебиетке деген бағыт содан басталды ау деп ойлаймын. Біздің отбасымыздағы бірінші әдебиетші мен емес, жалпы біздің атамыздың немере інісі Құдайназар Жанболов деген ағамыз соғыста қайтыс болған 1941 жылы Москва түбінде 7 декабрь күні қайтыс болды деген қаралы қағаз келген. Сол кісінің мектепте жүрген кезде 12 парақ өлеңдер жаңа күнделігі біздің үйде осы күнге дейін сақталып келді. Осы бір 3-4 жыл болды. Соны жаңағы егесіне апарып береміз дедік. Ол бір жерде өзі менде 6 парағы тұр, оны архивтерін бір жеріне сақтап қойып. Қазір сұрағаннан кейін есіме түсіп жатыр. Сол кісіден бастау алса керек. Тағы бір немере ағамыз ол да сол соғыс кезінде қайтыс болды. Әлназар Ноғайбаев дегенде. Ол кісі жаңағы Құдайназар ағамыздың өлеңдерін гармонға салып әнге салған екен. Сөйтіп екеуі бірігіп жаңағы дуэт болып айтқан кездері болған. Әскерге бірге кетіп, екеуі де оралмады дейді. Бірақ сол кісілердің ұрықтары қолдап әкемізге кішкене шабыт сыйлаған болу керек. Бүгін 86 жасқа толар еді бар болса. Негізгі біздің алғашқы жол көрсеткен сол кісі ғой деп ойлаймын. Осы бір 80 жасқа толатын кезде ковидтің тұсы болатын. Кітабын өзім шығардым. Сол кезде егер ковид болмағанда бір Құдай беріп, кітабын таратамыз ғой деген ойда болғанбыз. Педагогикалық институттың біраз мұғалімдері бар еді. Қазір арада 4-5 жыл өтіп кетті. Соның өзінде қанша адамдар өмірден озып кетті. Адам баласы анасымен өте тығыз байланыста болады. Мен кішкентай кезімде анам мені кез келген нәрседен қорғап алады деп ойлайтынмын, өзі есімде де. Сонда біреу бірдеңе десе, апам айтып берем деп қорқытып қоямын. Сонда өзімнің санамда ғой, апам мен үшін кімді болса да қорғап қалады деген сияқты ойда болдық. Ананың орны кез келген ақында, кез келген жазушыда бірінші орында тұрады. Ол өсе келе анасына бір кішкене болса да өлең болмаса әңгіме жазады. Бұл Гетеде де бар. Гетенің бір шығармаларын аудардым да тура анасына жазған. Несін қазақшалап көріп ем, тура ойы, санасы, анасына деген махаббаты, соның махаббаты меніңкіне өз анама деген махаббатқа бір келетін жерлер де бар екен. Соны жалпы ойлаймын, адам баласы болмасын, жан-жануарда өзінің анасынан алшақтамайды. Ана табиғи құбылыс қой. Бала анасына 25 жасқа келгенше дейді, жаңағы биологиялық байланыста болады. Анам мен үшін бөлек.
мен кез келген сабақты тез қағып алатынмын, бірақ оқымайтынмын. Жалқаулау болып жүретінім бар еді. Футбол ойнағанды өте жақсы көретінмін. Бүкіл ауылдың балдары футболға шықпай тұрып, мен қолымда өзім жаңағы ауылдың қырдағы алаңқайда бүкіл ауылдың балдары дәркен шығыпты ғой деп жайлап шығатын кездер болған. Футболист болам деп те ойламайсың ғой, бірақ менің физкультурадан беретін ағайым, сен футболға спорт школа бар Алматыға. Сол жаққа менің бір танысым бар еді, жіберейін деп әкеме қол қалаған. Сол кезде футболист болсам күшті болады екен ғой деп ойлап жүргем. 82 жыл ма, 81 жылдары біз 7-8 класстардың көлемінде оқып жүрген кез болатын. Сол кезде ауылымызға бір күні Мұхтар Шаханов ағамыз келді. Сөйтіп 2 сағат мектеп клубында өзінің өлеңдерін жатқа оқыды. Сонда мен таң қалдым, ой, мынау өлең деген керемет нәрсе екен ғой. Мұқан қандай, не деген тамаша өлеңдер жазған деп ол кісі енді сол кезде телевизордан болмаса сол ауылда көріп, сол күні кешке таман жаңағы кездесуден кейін үйге келіп, қазақ әдебиетінің хрестоматиясында өлеңдер оқи бастадым. Оның ішінде Махамбеттің өлеңдерін дауыстап, ежелеп шыққан сәтім болды. Соған қарағанда, еліктеуге бірінші бағыттаған Мұхтар ағамыз болу керек. Өмірде бірнеше рет кездестім. Мен осы бір Момбек ағамыздың алдында осы Шымкент қалалық филиалының төрағасы деп 1-2 жыл кішкене қызмет еткен кезім болды. Соның алдында да мынау Бақытжан Алдияр болса да, одан кейінгі жаңағы сол буындағы ақын жазушылар мен де араласып тұрған кезім болды. Одақта болмасам да, Мұқаңның осы қалада өтіп жатқан кездесуінен қалмайтынмын. Студент кезімде бірнеше өлеңдерін жатқа оқитынмын. Мұқаңның ырғағына салып оқитынмын. Сондықтан поэзияға бірден-бір себепкер ағамыз болғаннан кейін, оның Махаббат патшалығы деген сияқты өлеңдерін бірнеше рет, 10 шақты рет қайталап оқып шықтым десем, қателеспеймін. Балалар тақырыбына келуімнің өзі, менің 2 қарындасым да бастауыш мектептеріне сабақ беруді бастаған. Соның ішінде Жазира деген қарындасымыз бастауыш мектептерінде балаларға әліпбиге байланысты әр әріпке маған бір шумақ өлең жазып берші деді. Тек қана адан келетін шумақ 42 әрпіне жазып бердім. Біздің қазақ әдебиетіндегі балаларға арналған шығармалардың бір шамасын оқығам. Астана бәйтерек конкурсы болатын болды. 2006-2007 жылдар болу керек. Онда бір жақсы бір шығарма жазайын деп ойладым. Именно балалардың ойына, солардың айтылуына, солардың психологиясына ыңғайлы болсын деп шамаладым. Сөйттім де, не жазуға болады деген сияқты мәселеде. Үйде кітаптар жетеді. Ертегі аңызда әкеміз қазақ тілі әдебиеті, оның ішінде балалар әдебиеті саласында өзі лекция жасалды, материалды кітаптары дайын тұреді. Солардың барлығын бір қарап шығып, 1-2 шығарма жаздым. Сөйттім де, біреуін конкурсқа салып жібердім. Сөйтіп бірінші жазғандағы өткендегі қарындасқа жазған әліппе өлең жаздым 42 әріпке дегенді шыңдадым. Сөйттім де оны 2-3 куплетке айландырып, қайттан соны конкурсқа жібергем. Артынан ұзамай келіңіз, осындай декабрь айында сондай бір конкурстың нәтижесі анықталады. Сізде жүлделі орындасыз деді. Барсам 3-ші орын деп беріпті. Дипломын берді, соны алып қайттым. Сонымен келіп, өзім ізденгеннен кейін тек қана әліппеден де басқа да оқиғаларға байланысты ізденістер аз болмады. Оны мен Ыбырай Алтынсариннің күміс қоңырауынан бастап, жаңағы Қадыр Мырзалиевтің күміс қоңырауы тағы келгенде Жұмыржанға жалпы қазақ поэзиясындағы балалар әдебиетіне жазылған өлеңдердің бір шамасымен таныстым. Былай жазса да болады екен ғой деген сияқты ойда өзіме кішкене бағыт-бағдар, багаж жинадым-ау деп ойлаймын. Соның арқасында бір 3 жылдай балалар әдебиетімен айналысқан кезім болды. Соның арқасында Мәуелі бақ деген кітап шықты, бір 500 данамен. Ол тез таралып кеткенде мен кітапханаларға бердім, таныс ағайындарға бердім. Өзімде қазір бір данасы да қалмағанға кейін өзіме бір 10 шақтысын алып қалсам да болады ғой деген ойда қалды. Бірақ өте сәтті шықты ғой деп ойлаймын. Дәркен Танабаевтың поэзиясы бір ұлттық құндылықтарға негізделген поэзия.
Балалар әдебиетінде көптеген қалам тартты да. Себебі Дәркен Танабаевтың өзінің болмысы осы баланың жанын түсінетіндей елгезек, жайма шуақта. Сондықтан да балалар әдебиетіне кез келген адам шығарма жаза алмайды. Себебі балалардың психологиясын сол деңгейде түсіну үшін оның жаны, жан дүниесі соған сай болу керек та. Сондықтан да Дәркен Танабаевтың балалар поэзиясы өте шуақты поэзия деп айта аламын. Өзі таңғы шуақ деп атаған ғой шығармасын. Бір өлеңі бар, Қызғалдақ деген өлеңі. Сол Қызғалдақ деген өлеңінде бала қызғалдақ жұлып алып келіп, үйге алып келген кезде әкесі бетінен шапалақпен тартып ұрып жібереді да, сөйтіп айтады: сен бұны қызғалдақты сен еккен бе едің, сен оған су құйған бе едің, сен сон табиғаттың сондай әдемі жандай жауһазындай гүлін саған бәрін жұла беруге кім рұқсат етті деп ұрады. Сонда бұл жылайды. Жылап тұрғанда айтады: сен жыласаң да мен оған жібімеймін, себебі сен аяусыздық таныттың табиғатқа дейді. Сонда автор ақын айтып ең соңында айтып отырады да: мен осындай қызғалдақты жұлғаным үшін көктем мені кешірші деп аяқтайды. Енді қазір бізде ол кезде ондай емес еді, ол қазір заманда енді қызғалдақты жұлуға тыйым салды ғой, бірақ сол кездегі біздің бабаларымыз, әкелеріміз сол заңсыз-ақ осы табиғаттың өнуіне, өсуіне, жайқалып тұруына балаларына солай тәрбие беріп отырды ғой. Сен ол көкті неге жұласың, сен жайқалып тұрған табиғатқа неге қиянат жасайсың деп сөйтіп тәрбиелеп отырды. Сондай не Қызғалдақ деген өлеңінде бір әдемі көрінеді. Сонымен бірге Дәркеннің несінде мына отбасылық құндылықтар бар ғой, бізде көп айтыла бермейді. Сол әдемі суреттеледі. Мысалы, өзінің әкесіне Өміртай Танабаевқа: сен маған сыншысың, сен кіріп келгенде мен андай мысыңмен басып тұратынсың деп айтып отырып, өзі де баласына айтады: мен сені сонша мәпеледім, сен де жеміс беруің керек қой деп. Осы ата, бала, одан кейін немере арасындағы сабақтастықты өте әдемі суреттейді. Соның әкенің тағылымын, сосын ананың мейірімін, сондай бір отбасылық құндылықтарды жақсы жырлайды. Ұлттық құндылықтарға негізделген туған жерге байланысты сүйіспеншілік өте әдемі көрінеді. Мысалы, Қазығұрт туралы. Қазығұртты жазған кезде сол маңдағы жерлер бар ғой, жыланын бұзған деген. Одан кейін Әңгір ата осы жерлердің бүкіл аңыздарын балаларға, жалпы оқырманға сай етіп айтып отырып, оның жаңағы соңғы қорытындысын, финалын әдемі жасайды. Бұл аңыз ба, жоқ шындық па білмеймін, бірақ сен осыдан өнеге алуың керек деп аяқтайды. Сондықтан да Қазығұрт туралы аңыздар өте көп қой айтылған. Сол аңыздардың өзін бір әдемі, бір жаңа қырынан, тосын қырынан алып келіп, сол жағынан, мағыналық жағынан, мазмұндық жағынан өте бір композициялық тұтастықта бере алады поэзиясы. Өз мінезі сондай ғой, адамдарға бір жылы шуақ сондай себеп тұрады ғой. Сол табиғаты поэзиясынан да көрінеді, лирикасынан да. Негізі Ержан Серікбаевпен байланысы мынандай болды. Шардара қаласының әкімі, сол кездегі Серікбай Бадулаев деген ағамыз Шардара қаласы туралы бір конкурс жариялап, сол конкурсқа қатысайық деп бір тойда Ерекеңмен сөйлесіп қалдым. Ерекең ол кезде мынау 20-30-да бір тойда ән айтып жатыр екен. Ән айтып былай шыққаннан кейін Ержан аға бір өлең мен Шардара туралы өлең жазайын, сіз соны ән шығарсаңызшы дедім. Жарайды, әніңді ертең осындай адресі, спортивный мөлтек ауданында үйінің номерін айтты. Әнді әпкел гитараға салып көрейік деді. Сөйтіп мен 8 буынды Шардара туралы ұзатып жаздым. Енді Шардара деген осындай болады деген сияқты. Сөйтсем Ерекең бетіп қаратта: жоқ, неге эстрадаға бұндай ән жарамайды деді. Бұл баяғы қазақы әндердің ырғағы деді. Қазір сен осы әнді мына буынға келтір деді. Сөйтіп буын ырғақтарын бәрін өзгертті. Осы не қалсын деді. Сонымен Шардараға ол кісі әні демде дайын болды. Мен сөзін бір 2 рет түзеулеп апарып бердім. Сөйтіп Ерекеңді отырып алып, екеуміз Шардараға кеттік. Сөйтіп 2 күн қонақ болып, сөйде Ерекеңе 3-ші орын деп айтты. Ерекең кішкене ренжіді. Мен постоянно бүкіл Қазақстанда 1-ші орын алып жүргем. Қалай мен 3-ші орын алам деді. Қасымхан Бегман ағамыздың сөзіне жазған өлең 1-ші орын алды.
Сөйтіп ол кезде ол енді бір қазақы әдемі орындалды өзі бір. Сөйтіп енді бәрін басқасында отырып қой. Ерекеңмен бір 3-4 жыл қатар осы бір 10 шақты, бір 15 шақты әннің сөз жаздым. Соның бір 7-еуі шыққан есебінде болды. Бірақ қазір орындалып жүрген бір 3-еуі бар де, 3-еуі бір. Әкеме деген әніне сөз жаздым. Онда да ауылға бір күні алдындағы нелерден кейін ауылға апарып, мына Ғайберен 40 шілтенің іргесіндегі жаңағы неге барып Құран оқып шығайық дедім. Сөйтіп, жаңа әкем басындағы ескерткішке не қылып жатсам, Ерекең айтады, мен де әкеме туыр, осыған ұқсас ескерткіш қойып ем. Дәрген ертең үйге барған кезде мен саған буын санын берем. Осы әкелерге бір жақсы өлең қалдырайық, өзіміз де әкеміз ғой, елге ескерткіш болып қалсын деді. Әкеме айырылғаныма бір 1,5-2 жылдай болып қалған, сол кішкене сағынып жүрген болуым керек. Бір сәтті әдемі әкеме деген өлең шықты. Әні де оны жарқ еткізіп алып кетті. Әке, сені сағындым, сағынамын, қасиетіңе табынамын. Көлім деген келбетің елестейді, көрмеген соң қамығамын. Ұялы телефон деген жаздық. Ұялы телефонда ана Мұнарлан айтты бір кішкене. Оларда бір жаңғыртып айтып жүрген кездері болды. Махаббат жүрегін кернеген, неліктен айтшы оң келмеген, тағатсыз күтіп жүр бой жеткен, көңіл сүйгенін іздеген. Одан кейін Ерекең бір егізім деген Абылаймен бір 2 қызға ол ақшасын беретін болды деді. Дәркен маған бір жақсы өлең керек деп еді. Мен сөзін жазып қайырмасын, бірақ Бақытжан Ауданбайдың қайырмасын алды. Сөйтті да өлең бірақ менің атымнан шықты ол кезде. Бақытжан ағаң ренжи қоймас, өзім айтып түсіндірем деді. Бірақ енді Бақытжан Ауданбаев ол енді кішкене Ерекеңмен етене жақын болып, оның бір 30 шақты әніне сөзін жазып, екеуі жаңағы бір-бірін іздейтіндей жағдайға келіп қалған тұстар болған болу керек. Сонымен Бәкең ешқандай ренжімеді. Әкем, менің 30 шақты әнім бар, сен қайта әнің санын көбейтіп қой деп. Бір сол Ерекеңмен осындай бір шама уақыт жүрдік те, бір күні бір өзі бір адам деген пенде ғой. Жаса Қазақстан деген өлең шығатын болды. Мен сөзінде бәрін жібердім. Сөйтсем Ерекең менен басқа Анар Жапарқұловаға беріпті, тағы 3 адамға беріпті да, бірақ Анардың мәтінін алды. Сөйтті да бір басында жаса Қазақстан, жаса менің ардағым, алаш жұртымда нана бар бағам деген кішкене қайырмасын менікін қалдырыпты. Сен кейін Анарға пәленше деп айтып жүрме, ұят болады оның деп ескертіп қойды. Сонымен мақұл Ереке дедік. Сондай әйтеуір шығармашылық неде біршама не қылды. Жаңағы өзіңе тыңдатқан Шымкент, Шым қалам дегенде осы бір сол бір кездерде шықты. Арай шашқан таңырына күлімдеген шым қалам, шым қорғанның етегіне шырай берер нұр қалам. Қара ағаштар самал желге қолаң шашын бұлғаған, жаяу жүріп араладым жұпар шашқан саябағын. Ойда жоқта Бағдат Алтай ағамыз қол қалады. Чернобыль гимніне жаздық. Чернобыль гимні тәуелсіздіктің 20 жылдығы. Содан кейін барып тағы бірнеше өлеңдер шықты. Жаңа оның ішінде ағайынның шайы бар деген бір қарапайым өлеңдер бар. Бәкеңмен де бір офицер мырзалар деген сияқты бір 4-5-6 өлеңнің әніне сөзін жаздым. Соның бір 3-еуі тыңдадым өзім. Одан кейін Құралай әпшемізде Сәтті Мұхамедованың достар туралы бір о кісінде талап өте сойқан болды. Әр сөзі, әр нәрсесі әдемі шықпаса, о кісіде не қылатын несі бар екен. Бір достар туралы өлеңді бірнеше рет қайталап жазып бердім, бірақ өзімде кейін кішкене
Осы мен ан жағына көбірек кетіп қалдым ғой, наоборот. Кішкене лирикалық өлеңдер бәрібір ойға келдік. Бір сол аралықтарда Ержан ағамыздан айырылып қалдық. Бағдат ағамыз да шаруалы болып, бұрынғыдай мынаған жасшы деп қол қаламайтын болды. Жас композиторлар шыға бастады. Жас ақындар, оның ішінде сен тұр мен атайын. Жаңа композиторлардан көрі ақындар анағұрлым көп қой. Ол бәсекелестікте уже жаңа буын шықты ғой деп ойлаймын. Дәркен Танабаевтың ең бірінші оның өлеңдерін қызыға оқимын. Дәркеннің жазған өлеңдері қай шығармасын оқысаң да, қай өлеңін оқысаң да еріксіз адамның көңіл күйін өсіріп беріп отырады. Әсіресе Дәркеннің мына жер туралы, ел туралы, әке туралы, ана туралы, достары туралы жазған өлеңдерін. Соның ішіндегі маған ең ыстығы мына Дәркеннің махаббат туралы өлеңдері. Бұл махаббат туралы жазғанда Дәркен өте терең адамның жүрегіндегі ішкі шерін шығарып жібереді. Абай атам айтқандай, махаббат тілі тілсіз, тіл көзбен көрді, ішпен біл деп. Сол сияқты Дәркеннің өлеңдерін сол оқып, іштей сезініп жүреміз. Жақында сол Дәркеннің мына Шымкент қаласы туралы жазған өлеңі әнге арналыпты. Шымкентім деген. Сонда Шымкентте жаяу келе жатырмын деген жерлері бар. Сонда бәрімізді Шымкент қаласын жаяу аралағымыз келіп кетеді. Міне, өлеңнің құдіреті осында жатыр. Дәркенмен сөйлесетін болсақ, жан-жақты. Эрнест Хемингуэй туралы да, Шекспир туралы да, мысалы шығыстың ғұлама ақындары Фердауси, Рудаки, Сағи, Низами, Беруни туралы да, олардың шығармалары туралы да талдап айтып отырады. Абай атамның өте тұңғиық, терең ойлы өлеңдерін Дәркен еркін талдай біледі. Сезім мұнарасы деген өлеңдер жинағын маған сыйлады, кітабын. Сол бастан аяқ оқып, Оңтүстік Қазақстан газетіне пікір жаздым, өзім жеке ойымды білдірдім өлеңдер жинағына. Өте құнды кітап Дәркеннің. Поэмалары бар, Түркістан туралы жазған ішінде шумақтары. Дәркеннің әкесі ғалым, белгілі ғалым Өміртай, ол кісі ғалым болатын. Мен алғаш кітабым шыққанда молықпай қойыпшы Дәркеннің папасына сыйлаған едім. Қаламы жүйрек, Дәркеннен де ақына көп үміт күтемін. Алдағы уақытта да жаңа шығармалар жаза беруіне тілектеспін. Ең бірінші кітабым «Қызға ғашық жүрегім» деп аталып кетті. Оның өзі бір көктемде қыздарға байланысты бір өлеңнің басқа тақырыбы болатын. Атын қоймай, ол кезде Әбілда көкеміз Жібек жолы несінің бастығы, әрі соның баспанасынан шығатын болғандықтан сол жерге қалдырып кеткен ғой мен. Екі секретаршысы өздері редактор боламыз, тереміз деді. Ол кезде Боренеде істеп жүрген Қызылордада. Сөйтіп мына кітаптың жаңа бүкіл несін қалдырып кеттім да, аты не болады деп, жаңа бірінші өлең «Қызға ғашық жүрегім» дегенде, бұның аты екен деп ойлапты. Мен келдім, сөйтсем осыны кітап шыққан деп болады. Ол кезде әкем жарқылық тірі еді. Жұмыс әкеңмен ақылдаспайсың ба деген сияқты. Бірінші сындардың несіне қалдым. Бұл тек қана студент кезімдегі қыздарға арналған, махаббат тақырыбына арналған өлең жинақтар есебінде. Құмкөлде жұмыс істеп жүргенімде енді өмір деген тек қана махаббаттан тұрмайды ғой деп, жаңағы кітаптар оқимыз ғой әртүрлі. Адам ең бірінші бірдеңе жазғысы келсе бар ғой, туған жеріне жазғысы келіп тұрады. Қазығұрт дастаны деген менде бір цикл бар. Өзіміздің осы оңтүстікте Қазығұрт тауына, соның Қазығұрт тауының іргесіндегі жаңағы киелі мекендерге, оның ішінде жаңағы Ғайберен Қырықшілтенге, жаңағы Әңгір атаға, Көзді атаға деген сияқты әртүрлі циклдар, Темірланның аты неге Темірлан болды деген сияқты өлең, бір шама өлең циклдар, аңыздар да шықты. Екінші шыққан кітабым «Ана жер ана» деп аталады. Соған бірнеше өлеңдер кірді. Үшінші кітаптың аты «Қазығұрт», ол сол Қазығұртқа аңыз ертегілерге байланысты болды. Ол да көп данамен шықпады. Қазығұрт 400 данамен шықты. Одан кейінгі шығарған кітабым «Таңғы шуақ» деп аталады.
солардың бәрін біріктіріп бір көлемді кітап есебінде шығардық. Таңғы шуақтан кейінгі әуелі бақ ол балаларға арналған болды. Сон толық балаларға арналған есебінде. Мына соңғы кітапты өзіңіз көріп тұрсыз. Бұл менің біраз жылдан бергі шықпай, бірақ өзімнің багажымда тұрған өлеңдер болды. Кейін жаңа өлеңдермен толықтырып, толыққанды бір кітап шығардым ғой деп ойлаймын. Мұнай саласына оқуға түскеннің өзі бір оқиға ғой. Мен 10 класста бітіргеннен кейін анық мына мамандықтың иесі болам деп ойлағам жоқ. Әкеміз енді мұғалімнің баласы болдық дедік, басқа болдық дедік. Көтермелегенде болуы мүмкін мұғалімдерді. Менің алдымда әкем мен ағам бітірді. Екеуінде сабақ өте мықты болатын. Сонда әкем айтатын, сенің сабағың ана екеуінен слабыйлау. Сен ойын көп ойнадың, не қылдың деді. Бірақ мен мына жақтағы балдардың да несін көріп атырық. Біз Казгуге бардық. Мен география факультетіне түскім келген еді бала кезімде. География сабағы өте маған мұңайтын. Сол кезде бір орынға 11 адам екен. Сөйтіп ауыл шаруашылығына бардық. Ай, сен тартпайсың мына жерде, қанша бүкіл Қазақстаннан келеді. Өзің ойла деді. Ауыл шаруашылығына барсақ, ол жерде де бір орынға 8 адамнан жа. Сөйтіп политехқа келсек, политехта адам жоқ. Адам жоқ болғанда адам бар. Бір орынға 1,5-2 адамнан екен, әр факультетіне байланысты. Геологоразведка полезных ископаемых дегені бар екен. Ішінде геология бар ғой деген сияқты, түсейін осыған тапсырайын дедім. Экзамен қазақша болатын болды. Жаңа подкурстар мен армиядан келгендерге жеңілдік болады деп, сол жылы политехтің 50 жылдығы болып жатыр екен. Мұнай факультетінің студенті болып, 2 экзамен жаңа математика мен физиканы тапсырып, енді мама математик физик қой. Сонымен өте удачно шықты. Бағымызға орай жаңағы Алматы политехникалық институтының мұнай факультетінің студенті болып шыға келдім 84 жылы. Оқуды бітірсең, бір жерге направление бағыт беретін еді ғой. 3 жыл сол жерде жұмыс істеуің керек. Одан кейін барып, қай жаққа ауыссаң өзің білесің. Сол 3 жылдық жұмысты Қызылорда мұнай қазу экспедициясында жұмыс істедім. Вахтаға барған кезде өзіміздің ауылдың кітапханасынан, болмаса үйдің кітапханасынан 2 кітап алып алатынмын. Сол 2 кітапты оқып шығатынмын. Сол бір кездерде кішкене жазуға деген ынтам пайда болды ғой деймін. Мұнай саласында мені 38 жыл болып істеп жатқаныңызға деді. Соның 35 жылы Петроказақстанда өтіп жатыр. Қызылордадан ауысып келдім де, насос қондырғыларының машинисті деген жұмыспен бастадым 3-ші разрядты. Содан келіп қазір бөлім бастығы, аға инженер деген сияқты, мен бастығы деген сияқты әртүрлі қызметтерде ауысып істеп келе жатырмын. Сезім мұнарасы деген кітаптан бұрын жалпы мұнай қалай алынады. Мен Абырай Алтынсаринді оқыдым ғой. Сонда да жаңағы кел балалар оқылық деген кезде ол бүкіл оқуға тартты. Соны менде кішкене педагогтың отбасы болғандықтан ба, мен де кішкене ойлайын дедім. Осы істеп жатқан жұмысымды балаларға түсінікті болсын деп. Сондықтан осы өлеңдердің ішінде де мұнай қалай алынады, ол қандай процестер жүреді, жаңағы жер қазған кезде қанша тереңдікте қазылады, мұнай қалай шығады дегенді кішкене бір өлеңдерге аударып икемдеп көрдім. Жақсы бір ол салаға да өлеңдер шықты. Жұмыс істеп жүрсем де поэзияны ойлап жүрдім. Поэзияны ойлап жүрсем де жұмысымды ұмытпай, соны жаңағы уақытлы істеуге тырысайын деп ойладым. Оқырмандарым мұнай саласында да жүріп, сол саланың да кішкене несін көтеріпті ғой деген сияқты бірнеше өлеңдер бар. Болашаққа саналы ұрпақ қалдыруымыз керек. Онсыз біздің ел мықты елге айналмайды. Сондықтан біздің балдар өте мықты, білімді, саналы, тәрбиелі болатын болса, ол нұр үстіне нұр болар еді.